Сәлем достар, сіздермен Айсұлу, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін осындай ерекше шапан бөрігімен дайындайтын боламыз. 4, 5, 6, 7, тіпті 8 жасқа дейін үлкейтіп алатындай лекаласы бар. Осындай этнос стилдегі шапан әдемі ерекше бөрігімен, ерекше өзіндік әсемдеулермен. Ендеше бізге қандай маталар қажет? Достар, барынша сіздерге пайдалы контент жасағым келеді. Сол үшін тырысып, күніне еңбектеніп жасап жатқан жұмысымның бағасы ретінде сіздерден лайк, пікір, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Подписка қалдырып, түрлі каналдан видеолар көргілеріңіз келсе, будильник батырмасын басып қойыңыздар. Алдын ала алғысым шексіз сіздерге. Ендеше кеттік, кірісейік. Рахмет. Керекті маталар ол велюр, шыт мата, штапель астарға, және де мех немесе аңның терісі деп жатамыз, немесе велюрдің басқа түсін алсаңыздар да болады жаға ретінде. Ендеше екі бүктеп матаның шет жақтарын қиып тастап, артық жерлерін қойып аламыз. Алдын осылай қойып аламыз. Бірінші жан жағына 1-1 сантиметрден қалдырып, одан кейін спинкасының мойнын өлшеміз. Осы жерін мен жағдайымда 8,5 сантиметр. Сол 8,5 сантиметрді біз осы бір тік сызықпен ары қарай жалғастырып 8 сантиметр сызамыз. Оны одан кейін ойықтатып осылай сызып шығамыз. Ал мынау жаңағы бірінші сызған тік сызығымызға перпендикуляр жүргіземіз, яғни 90 градуста ары қарай 8-7 сантиметр жүргізулеріңізге болады. Бұл жағамыздың қалыңдығы осы жерге дейін орналасады. Сызғышпен ақырын осылай бірінші жобасын келтіріп аламыз да жағамыздың, одан кейін дөңгелетіп шығамыз әсемдеп. Мынау ойық жерінен қиямыз. Басындағы тік сызық ол бізге өлшем үшін қажет болды. Енді жан жағынан 5-1 сантиметрден тігіске ала отыра барлығын сызып шығамыз артығымен. Осы жерге келген кезде біз ары қарай тік сызық ретінде сызуымыз керек. Алдының аяғына дейін, соңына дейін, яғни енді әр жерден инемен бекітіп, маталарымыз жылжып кетпес үшін барлығын бекітіп алып, қиып шығамыз. Одан кейін бүктелген жағына спинкамыздың ортасын қоямыз, яғни мойын жағынан басталатын жағы. Оны да осылай қойып алып, жан жағынан тігіске қалдыра отыра сызып алып, инемен бекітіп, қиып алып шығамыз. Енді матамызды екі бүктелген ашамызда осылайынан бүктейміз. Біздің қолдарымыз кішкене направлениялары бағыты өзгеретін болғандықтан, немесе сіздер солай қалдыра берулеріңізге де болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Мен матамның ыңғайына байланысты осылай да алып жатырмын, және бағыт үшінді қойып әрбір тігіске қалдыра отыра сызып шықтым. Одан кейін инемен бекітіп қиып аламыз. Енді дәл солай астар маталарды қиып шығамыз. Астарды енді қағазбен емес, сол жаңағы қиған велюріміздің негізгі матадан қиғанымызбен өлшеміз. Сол кезде бізде дәлме-дәл шығады барлығы. Өйткені қағазбен біз жобамен алып отырдық қой жан жағынан тігіске. Сондықтан да бұл жерде велюрмен алған дұрыс болады. Енді біз осы жағаны қиып тастауымыз қажет астардағы. Оның орнына біз жаңағы аңның терісі немесе басқа матамыз велюрдан алған соны жалғауымыз қажет. Ол үшін бірінші өлшеп сызып аламыз. Қай жерге дейін қайырылып тұратынын қарап, соны сызып белгілеп аламыз да, сол сызықты сызамыз. Одан кейін тігіске 5 сантиметр қалдыра сызып шығамыз. Яғни мынау біздің негізгі сызық болса, ал мынау 5 мм, 0,5 сантиметр. Енді сол осымызды, өлшемімізді артығырақ аламыз. Мына тік сызық жағынан 2 сантиметрге артығырақ аламыз. Және де соны бекітіп аламыз да қиып шығамыз.
міндетті түрде тік сызық жағынан аласыздар, сол жағынан біз жалғаймыз ғой басқа матаға. Сондықтан тігіске кетеді, және де матамызды жағамызды қайырған кезде де ол отырады мата, сондықтан артығырақ аламыз. Енді сол тік сызық жақтарын жаңағы оң қаратып бір-біріне келтіреміз. Мінекей ұшынан осылай салып бір-біріне бекітіп аламыз да. Әр жағынан бізде бастапқы 8 сантиметр алдық қой ойық. Сол ойығымыз шығып тұру қажет. Ол бізде спинканың мойнына кетеді. Кейін осылай өлшеп қарап аламыз, велюрымызбен бірге қойып, мінекей артық жері, оны тиіспейміз, міне мына жерін біз теңестіріп аламыз. Мінекей. Енді қолдарын біріктіруіміз қажет. Ең төменгі точкаларын аламыз, яғни мына жақта да ең төменгі точкасын бір-біріне қосамыз. Енді мына жерде лекалада бар, ортасын белгілеп қойған. Соны сіздер матаға сызып салып қойыңыздар, астарға да салып қойыңыздар. Ол бізде иықпен жалғасатын жері. Астар маталарды дәл осылай тігіп шығамыз. Ары қарай барлық тігістерді үтіктеуіміз қажет. Енді мына жерде біз ою салуымыз қажет. Ол үшін шапанымыздың қалай орналасатынын қарап аламыз. Ол үст-үстіне орналасады, алды, және де спинкамен өлшеп аламыз, келтіріп қарап. Содан кейін барып оюымызды орналастырамыз. Мінекей оюды орналастыру үшін мен осылай компьютердің бетіне паутинаны скотчпен жабыстырып, осы жерден қалаған размерімен үлкейтіп алып, суретті маркермен сызып шықтым паутинаның үстінен. Және де осы велюр матаға сол паутинамызды жабыстырдым. Пергамент қағазбен жабыстырасыздар. Паутинамен жұмыс істегенде абай болыңыздар. Артық жерлеріне үтіктеген кезде ол бірден басқа бұйымға жабысып қалуы мүмкін. Артық паутиналарымызды қиып тастаймыз. Осындай кішкентай қайшымен басы ойылған жеңілірек болады. Оюды қиып аламыз. Және де орналастырамыз. Бағанағы өлшеп алған жерімізге. Біз және тігіске мына жерде қалдыруымыз қажет. Тігіске қалдырамыз, одан кейін сәл тағы да бос орын қалдырамыз. Үстінен басып үтіктейміз. Одан кейін оны жан-жағын зигзагтаймыз. Зигзагтау туралы осы жерде қалдырамын, подсказка, қарауларыңызға болады. Осындай жабысқақ моншақтар бар, соларды орналастырып алып, үстіне пергамент жауып үтіктеп аламыз, және де теріс жағынан тағы да бір үтіктейміз, жақсырақ жабысу үшін. Енді біз осы жағаның спинка жағындағы қосылатын жерін тігіп аламыз, бір-біріне осылай келтіріп. Және оны дәл спинканың ортасын тауып аламыз, осылай екі бүктеу арқылы. Және де ол жерде инемен бекітіп, белгілеп, сол жерден жаңағы біздің жағамыздың қосылған жерін қосамыз. Әрі қарай барлығын бекітіп шығамыз, орналастырып, иықтарында біріктіреміз спинкамен алдының. Сонда иық, жаға барлығы бірге жалғасып осылай бірігіп жатады. Бірақ та сіздер міндетті түрде қарап алыңыздар, бәрі ровно өздерінің орындарына келіп тұруы қажет. Тігіп алдық, мінекей осындай қазіргі нәтиже. Енді біз қолдарын қарап алуымыз керек, қай жақта қай қол оң қол екенін. Ол үшін мінекей көрсетіп жатырмын. Мынау бізде қолымыз болса, алдыға осы үлкен бөлігі қарайды, артқы ойық жағына кішкентай бөлігі арт жағына қарайды. Сондықтан да біреуі оң, біреуі сол жақ деп белгілеп алыңыздар, шатаспас үшін. Одан кейін қолдарымыздың осы жерін біріктіреміз. Жеңіміздің, одан кейін тігістерді үтіктейміз, және де екі жанын тігеміз. Артқы бөлік пен алдыңғының. Мінекей осындай дайын болды, және де астар матамыздан да дәл солай қайталаймыз барлығын. Енді қолдарын біріктіріп жеңдерін тігуіміз қажет. Ол үшін жаңағы белгілеп алған басындағы нүктемізді иығының қосылған жеріне келтіреміз, иықтарымыздың. Осылай айналдыра отырып келтіріп аламыз. Мына жерде қолдан кішкене артық тігіс қалып қойды, соны мен тігіп шықтым мінекей. Сол кезде барлығы ровно келе қалды. Сіздер қателесуден қорықпаңыздар, ол ештеңе етпейді. Енді жеңімізді осылай балаға кендіріп өлшеп аламыз. Менде 20 сантиметрді артық болды. Сол 20 сантиметрдан 5 сантиметр алып тастап, 15 сантиметр. Сол 15 сантиметрді мен ішкі жеңнен аламын, астар матадан алып тастаймын.
сол уақытта біздің негізгі матамыз ішіне қарай қайырылып әдемірек болып тұрады. Мінекей 20 сантиметр артық болып тұрса 15 сантиметр алып тастайсыздар ішкі жеңнен. Одан кейін осыларды біріктіру үшін міне осы жерін қарап аламыз да келтіріп теңестіріп аламыз. Артық жерлерін қайтадан дұрыстап тігіп жібереміз. Міне осылай бір-біріне келтіріп, енді осына оң қаратып бір-біріне айналдырып тігіп тастаймыз. Мінекей. Ішіне қарай жіберіп, қолтық жағына қарай орналастырған кезде міне ішіне 5 сантиметрдей қайырылып тұрады біздің жеңіміз, велюр матамыз. Енді міне осы жерде жағаларынан бастап барлығын біріктіреміз, алдыңғы бөліктерінің соңына дейін. Тек қана астыңғы бөлікке тиіспейміз. Дұрыстап барлығын орналастырып аламыз. Ортасынан бастап екі жағына қарай теңестіреміз. Мінекей инемен бекітіп алдым барлығын. Инемен бекітуге ерінбеңіздер, өйткені ол 80% жұмысты атқаратын сол бізде. Тіккен кезде маталар жылжып кетіп отырады. Содан кейін тігіп болғаннан кейін осындай әр жерден қиықтар жасаймыз. Аударған кезде әдемі болып көріну үшін. Мінекей. Енді қолдарына тиіспейміз әзірге. Төменгі бөлікті полностью тігіп тастаймыз. Енді міне жеңін аламыз осылай, қараңыздар. Ешқандай да айналып тұрған жоқ, барлығын қарап аламыз. Осылай күйінен алып, біз жоғары жағынан осылай апарамыз қолтық ойындысына. Және де иықпен жаңағы біздің басында белгілеп алған қолымыздағы нүктелер бар ғой, соны келтіреміз. Бір-біріне оң қаратып. Мінекей, нүктені көріп тұрсыздар ғой, сол нүктемен иығымызды келтіреміз. Қарап тұрсаңыздар, міне оң қаратқандары ішінде тұрда, біз сыртынан қосып жатырмыз. Міне осылай сыртынан қосамыз, айналдырып қосып шығамыз барлығын. Сонда міне осылай болып көрініп тұру керек сыртынан. Енді оларды тігіп тастаймыз. Ал екінші жағында солай тігеміз, бірақ та кішкентай сәл орын қалдырамыз. Бізге теріс оң айналдыру үшін қажет. Міне осы тесіктен оң айналдырамыз барлығын. Және де ұштарын инемен осылай шығарамыз. Барлығын келтіреміз өзінің орындарына. Енді мына жерді біз сыртынан тігіп тастаймыз. Қолмен тіксеңіздер де болады. Тігістердің барлығын үтіктейміз. Велюрдің сыртынан үтіктемеңіздер. Және де осылай әр жерден бекітіп шықтым жағаларын. Бір-біріне сырғып кетпес үшін. Мінекей көріп тұрсыздар, осылай қайырылуы тиіс. Қайырылған тұрған жерінде осылай бекітіп қойдым, ары қарай шығып кете бермес деп. Мынау бізде жеңіне осындай тес масалғым келді. Ол ішкі жағынан тігемін, яғни теріс жағын аударып алдым да, осылай тігіп шығамын, яғни ол бізде қайырып тұрғанда сыртына шығып тұрады. Мінекей осындай болады. Екі жағынан тігіп аламыз, ортасын ұзын сызықпен біріктіріп өтеміз. Одан кейін артық жерлерін күйдіріп тастаймыз. Енді осы жерге біз түйме қадауымыз қажет. Менде осындай түйме бар. Екі жерден қадаймын. Міндетті түрде басқа жағында бір түйме болуы тиіс, өйткені жағамыз біздің ойсырап тұрмас үшін. Осылай өлшеп аламыз, ұзындығын қарап аламыз иненің. Бізге осындай лапка қажет. Ілгектерін тігу үшін. Қойып аламыз. 0 мен 1-дің арасында тігіске ең бірінші осы 4-2 дегенді таңдаймыз. Ол басы мен аяғын тігетін тігіс. Осылай қойып аламыз. Содан кейін бірнеше шаг жасап, осы біріншіге қоямыз. Сол жағын тігіп шығады ұзыннан. Мына жерде қарайсыздар сіздердің размерлеріңізге. Одан кейін қайтадан 4 пен 2-ге қоямыз. Төменгі жағын тігіп 3-4 шаг жасаймыз да 3-ге қойып, енді кейін қарай жүреміз ұзыннан. Мына жердегі қызыл жолақтармен қарап, өздеріңіз размерлеріңізді түзеп отырасыздар. Мінекей сосын аяқтаймыз. 2-ге қайтадан қойып. Артық жіптердің барлығын қиып тастаймыз. Және де ортасын осылай қиып аламыз. Немесе пышақпен кесіп.
артық жіптерді қиямыз, шығып тұрған. Және де енді біз түймеміздің орналасатын жерін белгілеп алып, оны бір қалың жіппен тұспа-тұс келетін өзінің түсіне ала отыра осылай түймемізді тігіп шығамыз. Мінекей осындай болды. Енді әрі қарай біз жағамызды дұрыстауымыз керек. Ол үшін асты мен алдын бірге тігуіміз керек, біріктіріп. Осы жерден осы бір тұсқа дейін примерно. Мінекей. Екі жағынан да тігіп алдық. Сосын әр жерден осылай қайырылған күйінде іліп қойдым. Жағасы орнықты тұрсын деп. Және де жеңдерінде осылай қайырылған күйінен іліп қойдым екі жағынан. Жағасының аяқталған жерінен ілмешек іліп қойдым, ішкі жағынан көрінбей тұратын. Мінекей достар, бізде осындай этникалық стильде әдемі шапан пайда болды. Әрі қарай бөрігін тігу үшін осы жерге сілтеме қалдырамын, өтіп қарасаңыздар болады. Құрметті достарым, оқырмандарым, келе жатқан Наурыз мерекесі құтты болсын. Егер де менің жасап жатқан контентім пайдалы болса, сіздерге ұнаса, сіздерден қолдау ретінде лайк, пікір күтемін. Және де менің Instagram парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Ол жерде де барлық болатын YouTube'да күтіп тұрған контенттермен бөлісіп отырамын. Және де басқа да видеолармен.